Кім бізде бір Hyundai компаниясының Қазақстанда бір кесе бермейтін және кейінгі бір соңғы бір жаңа дизайнда шығарылған. Енді бұл Hyundai компаниясы кішкентай бір Santa Fe бар. Одан кейін Santa Fe'нің соңғы бір кейінгі шыққан Palisade машинасы бар. Сол машиналарға ұқсатып, одан кейінгі Jeep деген машина бар ғой, Jeep компаниясы. Содан мында осындай кішкене көз сияқты шарқ болған, сықситып. Енді сол дизайнға ұқсатып бұл кроссовер машинасы кішкентай жалпы шағын қылып, одан кейін мынау мына жақтағы желеріне пластмасс, енді бодер не сырып кеткен кезде кәдімгідей қатты бір краскасын шұрмасын дегені ма қалай, енді өзінше бір осындай бір дизайн шығарған, более әдемірек болсын деп. Бұл Hyundai Kona машинасы 2000 қай жылғы? 2018 бе қай жылғы бұл машина? Аттең бірақ енді 4 VD дизель болып сияқты ғой. Даусына қараған кезде Kona 1.6 Т4 VD деп қойған. Енді жаңаның аты жаңа, дизайны көрдіңіздер, кәдімгідей басқаша әдемірек болып шығып кеткен. Одан кейін пластмасс. Енді бір салоны 2018 екен. Мынау жалпы негізі 2017. 2010 регистр 2018 жасалып жатыр. Комплектациясының барлығы кейінгі комплектациясы. Монитор, сенсор. Міне қарады дизайн. Мынақтағы планшет тұрғандай. Мод драйв деп қойып. Сапа жағынан жас, объемда аз екен. Желдеткіші бар барлығы. Енді мөйлен 1.6 объем. Конкурс дизель ме қандай бұл екен? Арт жағында. Арт жағында бір енді шағын. Енді бұл қызыл түске құсап бір оранжевый қызыл ма қандай бір соны шығарған. Енді бір достар, сіздер мынау не бар ғой, YouTube-та көргеннен кейін аст жағында мен описаниясында жазып қоям. Осындай баға тұрады, осындай растаможка, осындай Қазақстаннан неге контейнердің бағасы деп толық ретінде түсіндіріп жазып қоям. Мында енді жарықшында әлдеқайда көп екен. Соған оқыңыздар. Енді мен анау енді тақырыпқа барлығын сидіре алмаймын. Видео түсіріп жатқан кезде барлығын тақ-тақ етіп есептеп айта алмаймын. Барлығын описаниясында үйге барғаннан кейін айтып жатамын. Мынау несі ғой, не деген керемет қаншамен кетіп бара жатқаныңды яғни көрсетеді. Осы жағынан қайсы? Көрініп тұр мына жерде. Аттақ болып көрініп тұр. Кәдімгідей жақсы. Мына бар ғой, мынаны қараған кезде қараңыздар. Мен енді мына жерден нақты көре алмай тұрмын ғой. Енді мына жерде мынау дисплей. Енді дисплейді қарасаңыз, ештеңе онша байқалмайды, бірақ қараған кезде мынау тұрған жарық бар ғой, жарық. Түсіндіре алмай тұрмын. Жарық кәдімгідей алыста тұрған сияқты бір 3D сияқты болып кеткен. Мына жерде мынау тұрған жарық. Енді қайсыға, мынаған түскен ба? Қара, қолыма не істеген өзінде де бұл жерде дисплей енді қай жағынан не істегені белгісіз. Бірақ енді мынау шағылысқаны негізі алшақ. Жақсы бір керемет новый дизайн. Енді идея ғой бұлар Hyundai компаниясының. Жақсы шығарған, шыны керек. Машинасын өшірген барасын. Керемет. Осындай машинаны біз түсіреміз. Hyundai компаниясы әлдеқайда көп машина шығарып жатыр. Енді бағасында енді шынырек қайтсам болады. Бағасы арзан болуы мүмкін, қымбат болуы мүмкін. Енді ол біздің кінәміз емес. Қазақстан автомашинаның бағасы қымбаттығына. Енді жалпы Кореяда машинаның бағасы арзан. Бірақ енді ол енді кәрістер бізге машина шығарғанда Қазақстанға деп бір арнап шығармаса, жалпы енді бұл машинаны өздеріне арнап шығарғаннан кейін, әрине бұл машина өздерінде қымбат. Енді бұлар енді қалтасы бұларға көтереді. Айлықтары бар кәдімгідей мықты. Енді жаңа машина, жаңа дизайн әрине қымбат болады.
Жалпы енді осындай машина бар екенін түсіріп жатырмын, достар. Енді комментарияда бұндай машина Қазақстанда қымбат, анау мынау екен білем өзімде. Бірақ енді кішкене YouTube каналымызға кішкене қызықты видеолар қосылсын, және Hyundai компаниясы қандай машина шығарып жатқан сіздер хабарда жаңалықта біліп жүріңіздер деген ниетпен түсіріп жатқаным. Мынау Genesis машинасы бар басқа да. Енді бұл машина Қазақстанға керек бар, керек емес бар. Бір енді Кореяда осындай аукционда 1000 машина ішінде тұрған кезде көріп бір өзім көрген қызықты сіздерге де бір бөліскім келіп жатыр. Содан кейін осындай машина түсірген себебім жайымыз бар енді.